Қайырлы күн, құрметті әріптестер, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Егер менің видеом ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырып кетейік. Мен бүгін сіздерге ұшақпен саяхат ойыны туралы таныстырғым келіп тұр. Бұнда яғни оқушы ұшақпен саяхат жасайды. Ол үшін сіздерге Умаигра сайтынан құрастыруға болады осы ойынды құрастыру үшін. Менде дайын болғандықтан сіздерге қазір көрсететін боламын. Сан есімге байланысты алдым. Бұл ұшақпен саяхат ойынын қазақ тілінен өткенді бекітуге алған болатынмын. Қазір сіздерге көрсетемін. Видеоны соңына дейін қарауды ұмытпаңыздар. Мінекей бізде осылай ашылады. Қазір кішігірім загрузка болып жатыр. Яғни ашылғаннан кейін старт деп шығады. Соны да басасыздар. Осылай билет алу үшін сұрақ беріледі. Үш дұрыс жауаптың ішінен бір дұрыс жауап болады. Соны таңдау арқылы сіздер билет аламыз ұшаққа. Мына жерде заттың санын білдіретін сөз табы деп тұр. Яғни сан есім. Мінекей біздің билетіміз дайын болды. Окей батырмасын басып, келесі кезекке өтеміз. Бұл кезде бізге тоже сұрақ беріледі. Бір сұрақтың үш жауабы бар. Соның бір дұрыс жауабын таңдау керек. Дұрыс емес жауаптарды чемоданға саламыз, дұрыс жауапты алып қаламыз. Келесі, мінекей әр өткен сайын окей батырмасын басу керек. Бізде ұшуға дайындаламыз. Әуеге көтеріліп және тағы да бізде үш жауап тұр. Соның дұрыс жауабына қарай ұшақты жоғары, ортасына немесе төменге көтеруіміз керек. Егер дұрыс болмаса, онда бізде қызыл түс жанады, дұрыс болса жасыл түс жанады. Енді жерге қайттан қоймамыз. Онда сіздерге тағы да сұрақ беріледі. Сол сұрақтың жауабын табу керек сіздер. Яғни оқушылар табу керек. Мына жерде мен тек правда ложь түрін таңдадым. Егер правда болса, сол сөмкені алып саламыз. Мінекей ойын аяқталды. Рахмет.